Мамыр саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні. Сол құрбандардың бірі Аймауытов Жүсіпбек 1889 жылы қазіргі Павлодар облысының Баянауыл ауданы Қызылтау ауылында дүниеге келді. 1929 жылы Қазақстандағы ұлтшылдық ұйыммен байланысы бар деген сылтаумен тұтқындалып, 1931 жылы атылған. Шығармашылық жолы 1910 жылы басталды. Педагогика, психология, әдістемелік, эстетикалық, тәрбие туралы кітаптар жазды. Аймауытовтың еңбектерінің бірі Ақбілек романы. Ақбілек романындағы оқиғалар өмірден алынды. Ақбілек әлемі қазақ төңкерісінен кейінгі қазақ ауылының өмір тірліктері, ақ гвардияшылар әрекеті кеңінен көрініс береді. Маңыздысы жазушының жан әлемін жаулап алған қазақ қызының тағдыры. Автор оқиға өміріне сай Алтай өңірі, Марқакөл, Күршім маңайын табиғат тамшыларының әсерлі, шабытты сөз етсе, енді бірде ала ат мінген жалғыз адам туралы, сосын жекелеген бейнелер Ақбілек, Бекболат, офицер, Мұқаш сияқты кейіпкерлерді сөйлетеді. Жазушы Ақбілекті өмір тағдыр талқысына сала отырып, ауылдың өсек аяңынан арашалап, қара мұрттың алдындағы әлсіздігінде сездірмей, қаладан бақытына жолықтыруы, кеңістік кезеңінің талабы. Қазақ әйелінің еркіндік алу салтанаты жемісті сәті. Сондай-ақ Төлегеннің үйінде қонақта болған зиялы қауым өкілдерінің өзара әңгіме сұхбаттарының, қазақы қалжың пәтер темекі төңірегінде өр салған әңгіме арнасы бай-кедей тап мәселесіне алып келеді. Әкімшілік кілтті кедейдің қолында болып, кооператив, артель ашу қажеттілігін Ақбала қадап айтса, білімі тәуірлеу кітапты көп қарастырған Жорабектің саясатпен тап тартысы, капитал дәуірмен төңкеріс туралы көзқарастары кей тұстары әсерлі шығып отырды. Ақбілектің, Балташтың, Жорғабектің арасындағы әңгіме қазақ даласындағы қайнап жатқан саяси өмірді көруге болады. Ел көзіне көріне алмай күлкі болып ауылдан кеткен Ақбілек қалаға барып оқып, адам қатарына қосылып, жар тапты, бақытты өмірге қадам басты. Міне Ақбілек романының бүкіл тақырыбы мен идеясы осыған саяды. Аймауытовтың роман жанрындағы тырнақ алдысы 1926 жылы Қызылорда қаласында Қазақ мемлекеттік баспасынан жарық көрген Қартқожа атты еңбегі. Шығарма сол 20-шы жылдары ілгері кейінгі жарық көрген белді прозалық дүниелермен іркес-тіркес туды. Жас қазақ жазушыларының бірі ұлтжандылық бағыт ұстанып, бірі кеңес идеологиясын жалау етіп көтеріп, қақ жарылса да, сайып келгенде бәрі қазағының мұңын мұңдады, жоғын жоқтады. Қатты ұнады дегені жазушының өз мүмкіндігінің өскенінің, өз ұлттық романымыздың тоғызуға пісіп жетілгендігінің